Павлодар облысы Железин ауданына бара жатқан жолда 40 километр шамасында біз Церковный деген ауылдан өттік. Сол ауыл жайлы айтып кетейін дегенім. Сол ауылда ауыл өзі орташа, қатты үлкен емес, бірақ орыс мектебі, тек қана орыс мектебі болу керек бұл ауылда. Үлкен шаруашылық бар. Жалпы шаруашылықтар бұл жерде көп. Әр ауылда бір үлкен шаруашылық болады. Өйткені сайыс тарқаған кезде жерді бір адамға немесе бір 2-3 адамға, ар кетсе бір 5-6 адамға қалған. Ауылдардың жер көлемі үлкен болғандықтан жердің саны гектары көп. Мысалға біздің ауылда 27 000 гектар жері бар, адам бар. Мына оң жақта қалып кетті, база үлкен. Шаруашылық үлкен дегенді білдіреді. Жаңа техникалар. Жалпы техника айдайтын адам өте құрметті бұл жақта. Және соны жетік білетін адам. Оларға ақшаны да көп төлейді. Сезонный келіп жұмыс істесеңіздер де болады. Оны келісіп, шаруалармен келісіп істейді. 2 миллионға шейін айына тауып жатады дейді. Мен өзім естуім бойынша шын куәгер болған жоқпын. Күніне 40 000-нан 50 000-нан деп есептеп, сол келіскеніне байланысты есептеп алып жатады. Сондай.